Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай чебуреки дайындаймыз. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарап, қалай дайын болатынын біліп алсаңыздар болады. Алдымен чебурекидің қамырын жасап аламыз. Бізге жылы су қажет болады. Тұз салып, сұйық май қойып, әдемілеп қамыр жасап аламыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет жаңа видео шығарамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаның кісесін баса кетсеңіздер болады. Менімен бірге болыңыздар. Егер де дәл осы рецепт бойынша жасасаңыздар, комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер болады. Қамырымызды жақсылап енді қолымызбен араластырып, әдемілеп қамыр жасаймыз. Қамырымыз қатты да болмау керек, жұмсақ та болмау керек. Дайын болған қамырымызды 10 минут тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын болып қалды міне. Қамырымыз тынғанға дейін біз фарш дайындап аламыз. Мен бәрін дайындап алдым міне. Пиязымызды де дәл осылар майдалап турап аламыз, или мясорубкадан шығарып аламыз. Тұз саламыз, қара бұрыш саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Сосын су құйып жібереміз. Сочный болу үшін. Дайын болды міне. Енді тынып болған қамырымызды әдемілеп бөлектерге бөліп аламыз. Домалақ етіп, дәл осылай бөлектерге бөліп аламыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, оңай әрі жылдам дайын болады. Ешқандай продукцияны қажет етпейді, үйде бар продуктамен жасауға болады. Достар, мен жаңағы фаршты майға қуырып аламын, азғана май құйып. 2-3 минуттай қуырып аламын. Өйткені дәмді болады қуырып алған. Көп қуырмаймыз, 1-2 минут қуырып аламыз. Міне дайын болды. Жаңағы қамырларымызды әдемілеп жаямыз. Чебурекиді үлкен етіп жасаған жоқпын, өйткені кішкентай ғана ыңғайлы етіп жасадым. Сіздерге түсінікті болу үшін 1-2 рет дәл осылай көрсетемін. Әрі қарай өздеріңіз қалаған түрде жасап алсаңыздар болады. Вилканы көмегімен дәл осылай жасап шығамыз. Дәл осылай барлығына түйіп аламыз. Тағы да 1 рет көрсетейін. Қуырып алған фаршымыз бұл. Өте дәмді болады, егер сіздер жасап көріңіздер, дәл осылай қуырып алып. Көп қуыруға болмайды, 1-2 минут қуырып алсақ, өте дәмді шығады. Қызып тұрған табамыздағы майға барлығын бір шеттен қуырып аламыз.
дәл осылай қуырып аламыз. Өйткені уже қорықпаймыз, ішіндегі фаршы да піскен. Дәл осылай майға әдемілеп қуырып аламыз. Міне достар, барлығы біркелкі пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Менімен бірге болғандарыңызға. Ас болсын, барлықтарыңыз жасап көрсеңіздер болады. Мені қолдап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.